Ассалаумағалейкум достар, сіздермен барыңыздар. Бүгін достар осындай өзімнің сериалдарыма достар, яғни өзім түскен сериалдарға реакция жасайтын боламын. Сіздерге әзір мысалы лайктарыңызды басып, арна тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдында да сондай формат болған болатын, реакция форматы. Бүгінгі біздің көретін сериалымыз достар Маньяк ата достар, 3-ші серия. Одан бірінші және екінші серияны қысқаша айтып берсем, короче, Аликош деген бала болады және оның досы Мико. Екеуі атасының үйіне барады, бірақ атасы маньяк болып шығады. Және ол маньяктан қашып кетеді деп ойласам, қателесесіңдер. Ол үйіне қамап қояды және осылай. Қысқаша спойлер айта кетейін, алда мен құтқарып аламын. Иә, дәл осындай болған болатын. Сондықтан 3-ші сериядан бастаймыз, яғни 3-ші серияда мен түскен болатын үлкен экранға қоямыз. Және де бірінші мән беретін зат, қараңыздар жерде описанияда да тағы заттар бар және лайк басып кеттім. Сіздер де бүйтіп лайк басып кетсеңіздер болады достар. Және ссылкасы описанияда достар, көрсеңіздер болады. Енді мен мынаны сәл бір кішірейтейін сіздерге барлығы көріну үшін. Ендеше кеттік ал достар, дыбысы нормально деп ойлаймын. Так. Ұштап отырып алайық, енді кринж болуы мүмкін. Енді алдыңғы бөлімдерді көрдіңіздер. Негізінде жерде көптеген адам түсті. Осы неге қоя саламыз ол деймін да. Мен аяққа қоямын өзімді. Аяқта бірдеңелер бар екен. Бірақ салыстырайықшы. Бұны алдыңғы бөлім сияқты достарым. Так. Алдыңғы бөлім жай неден көрсетіп жатыр. Манағыдай қысқа көрсетіп жатыр. Мына осы жерден басталады. 3-ші серия. 1-ші сезон болса, қазір 2-ші сезонда да қараймыз бұйырса. Мико. Дауыс шығып отыр ма? Басым жаман ауырып жатыр. Естеймін. Аны шалғақты. Кеше. Шалғақты. Басымнан ұрып өлтірді ғой. Көбелек жатқан дауыста. Өткізейік сәрпәл. Так, мен қайда? Қазір кринж көресіңдер. Таза кринж көресің. Мыналар шықты қашып. Наугыме, Иман. Ассалаумағалейкум, қаласында естің яқтаны маньяк адамның үйі ғой, ё-майо. Бұрынғы несінің. Естің яқта намаз оқығанға Батан бізші, амандасып қалайықпыз, сен біздің сөзінесің ба, тіліміз сұртмаса, мен сөз бермеймін ғой, ешкімге мен сөз бермеймін ешкімге. Неге осы жерде екінші дубль жасамағанбыз деймін да. Бірінші дубльмен кетіп отырған ғой. кетті жүре Аликоштан байық. Мыналар сөйлей алмайды ғой. Мен ғана сөйлеп жартып жатырмын ғой яқта. Үйің қақта. Осы қазір алда неде келет бол. Прикол, короче. Шлем шешу деген. Қазір көреміз. Мико мынау. Не әлі мынау? Мына жерде біреу өтіп кетті ма, достар, күтіңіздерші? Сол жақта қараңыздар, достар. Не әлі мынау? Братан. Жоқ. Көзіме елестеп кетті ма, орда алды ғой. Үйлеріне мә. Үйлеріне барсаңдар тездесін. Так, мынау қараңыздар, бункер ғой, бункер. Динозавр түсіп кеткен мана үйге. Үй емес. Не әзіл айтыңдар. Не әзіл. Динозавр түсіп кеткен ба деген ол. Қалай ол? Просто. Паш. Мен қараңдар, Нубиктің үйі мықты. Мынау сенің бункерің ба? Бункер ма? Басқа да бөлмелер бар ғой жақта. Камера қою жағы дұрыс болмады ма деймін де. Майнкрафт ойнаватсың ба, нуб? Майнкрафттың ішіндегі адаммын ғой. Ана жақты көрсетсеңдер. Трофей. Ар жақты көрсет.
камера шишин. Мынаяқта. Вечерним совет удобно. Спад. ішіп атқан ё-моё, мен кешке тамақ жеймін. Кухня қақта, кухня. Ох, ема. Анау освежитель көмектеспей жатыр ғой маған. Освежитель ма? Оршына тышып кеткен ба біреу? Так. Анау терезеден соғады ғой ана сізге. Қалай соғады Ана Тышсам мана дейін. Мә, бекер тыштың ғой. нарезка болып ойнап тұрмын. терезеге жақсылық қойып жатсам сен түсіп кеткенсің. Ебан. Оясы отырында саған тамақ Fast атайын food, бош пісіп еба. қойдым ғана бош Неге нуб боқтай береді деп айтпаңдар достар. Бұл образ. пісіп отырында. Бош пісіре бересің ба сен? Немене ойлайсың? Ой, Ой, ебать, сасып жатсыңдар жігіттер. бош топты еще мынанға Ана Мико ұялмайды, короче. фастфуд тұр ғой фастфуд Сен сенің үйің ебать. Ля. Анау жүрші кеттік ваннаға. Камера қою жағы. Ана сөйтшіш. Фу, ебан аяқ сасып жатыр ғой. Оған екінші сезонда күшті кетеді мынау. Ажақ. Дана суың ағысы жәрі бөлме тұр ғой суың ағысы kanka. Қазір қылып қуат мына жерде көрсетіңіздерге. Так. Қазір қайда? Манёк ата келеді ғой. Осы жерде. Мико, наққа келін. Мына. Мико, наққа келін. Ол нубикпен сөйлесіп. Үйім сағып кеткен есе кімсің еді сенің kanka? Ебать. Әкеңнің үйі ма сен алып беріп қойған? Үкіметтің үйі ғой мынау. Үкіметтің үйі дейді нубтарға берген. Беріп отқан маған. Атмосың ба? Фу, ебать, мынау Қазір қараңдар. Қазір қараңдар. Кен, ох, бля. Kanka еді. Блин, сындырды мына үйді. Сонсы тұтындашы сіздерің ол. Көп қалады ғой. Ва, нубтың рөлі мощный просто. Нуб бергеш. Сонсоқсын сен, сука. Анау кетіп қалды ма? Анау кетіп қалды ма? Ударына адал құлаптың ғой сен. Ебать. Ебать. Мына жер не болып кеткен, оның камера қою жағы. Міне осы жерде. Негізі мына жерде мындай неге болған, сценарий болған. Нақ қысқартып тастаған, короче. Негізі ар жаққа барып камера қойса болатын еді. Короче, ана жерде, короче, Манегатаны ұйықтатып тастайтын нелер болды, негізі сценалар. Бірақ оны неге түсірмеді, оны неге сценарий жазды, оны мен түсінбедім. Енді оны көру керек. Ала, кеттік әй. Спашы, кеттік. Отырады, кеттік. Қаш! Бол. Мен ұстай тұрам. Есікті ұстай тұрам, давай. Мына камера қою жағы. Давай. Просто жоқ қой камера қою жағы. Екінші сезонды тез қараймыз. Мына екінші сезон басталды уже. Қараңыздар. Екінші сезон болу керек, ана екінші сезон дұрыс. Шрифт қою жағы дұрыс емес болған ба, ана қараңдаршы. Не мынау? Және деген. Мына үйде мен салғам достар. Сендер еш Так, мына жерде түсетін. iPhone ұмытып кете ма? мен телефон ұмытып кеткен сияқтымын, Манегатан үйінде ше. iPhone 15 қой. Он нешінші жылы шыққан? Октябрь, 15 бар ғой. 15 бар ғой. Так. Мынаған авторский право береді. Қоспаймыз ана музыканы. Короче, кірейін деп жатыр ана iPhone 15 алуға. Мына Аликошпен нуб деген жынды ғой. Көрсетсеңізші не салып қойған, көрсетпейді ғой.
қашын десеңде. Әмәлі көрсет осуждаю. Полиция қызметкері ма? Полицияға звондайды, короче, мына жерде. И полиция кім болып жатыр? Манеката болып жатыр да. Так. Маньякпын. И потом қарандар. Мынаны қарандар. Мен жазып берген достар. Қарандар. Басты рөлдерде көрдіңдер ма? Аликош, Аманулла, Нубик, Сырым Темірлан, Жашикті Құлбан, Мержан, басты сценарист көрдіңдер ма? Мен жазған мына сценарий. Режиссер, оператор. Барлығына рахмет достар, көрдіңіздер ма? Сондықтан достар, мен тіпті обложкаларын да мен жасап бердім достар. Қараңыздар, қазір көрсетемін сіздерге. Мына обложкалар, сосын мына обложкалар, сосын қайсы мына обложка, сосын қайда тағы бір-екі обложка бар, соларды мен жазып берген достар. Енді содан кейін де түстік қой достар, қараңыздар, мысалы нені қарауға болады, оны сіздер келесі бөлімде ұнап жатса қарайтын боламыз. Осы Аликош арнасынан сіздер лайк басып арна тіркелуді ұмытпаңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен Черный газет арнасы осындай форматта ойындар ұнаса, короче, осындай форматтағы сіздерге реакциялар ұнаса, лайк басып арна тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен Черный газет арнасы. Давайте.